Мұрат сөйлесін. Марат бақып тұрау. Чуть-чуть. Сонымен біз экзамен Дауысы жылы кетеміз екен. ғой үйге. Білмеймін, бұл түскен ол артынан келеді. Сонартан бір күн үйге телеграмма келіп, үлкен апайым жүгіріп жетті. Мама, күйеу баланың телеграмма келді, күйеу баланың телеграмма келді. Біз білмейміз ғой кімнен, қай күйеу балады, ол күйеу балады. Соны мамам дейді, ой, қолымның атын тез оқып отырсың ғой. Маған келмесін, оқысам, Марат ана, поздравляю деп орысша жазады ғой. Енді естіген ғой Алматыға. А мен әйгізбісін, апайым күйеу баладан келді, телеграмма беріп тұрмын деді. Оны 18-17 жас балам жылап әлі, апайым келмесін. Сен не бүйтіп айтасың деп. Есімде. Ол да бір оқиға да. Не алла. Ал енді бас құрап отырғандарымыз мерейлеріңіз үстем болсын. Бас аяға осы болмасын кездесудің. Енді бағана баж етіп еді, бұқрас полагает, тіп қалай? Человек предполагает. Болашақта енді Алла тағаланың жазуы болса кезіге жатармыз. Бүгін ертең деп айтпай-ақ, бірден келмейді. Бірақ дайын болыңдар дегенде дайын болсаңдар болды. Всегда дайын. Всегда готов. Болашақ асырап жеткіздіңдер. Мен мына жерде болашақта балаларың, немерелерің, шөберелерің осы сендердің жолдарыңды берсін. Әмин. Аспандарың ашық болсындар, сендердің әрқашан қуанышқа, жақсылыққа жайла беруіне нәсіп етсін. Әмин, рахмет. Сәуле Завершай. Ал Соны енді Күлпаш соңғы сөзді түйіндейді. Иес. Сүйікті, жақсы класстастарым, сыныптастарым, мен сендерді жақсы көремін. Өте. Жылама. Осындай отырыс бір қанибет, шынында да. Мен ойладым, не получится. Что-то біреуіміз былай айтырдымыз, біреуіміз былай айтырдымыз. Енді бірақ Алладан сұрадым, осындай болса, кездесек, кейін қаншамыз болса да. Соны айтты ғой, Мұратқа жаздық па, екеу болсын, үшеу болсын кездесеміз. Елу жылдықта бәрібір деп. Сол енді қарап отырсам, Аллаға шүкір, жақсы, нормально кездесті, бір 10-11 адам. Мен бөстім. Қалихан, Сейкен, Сәуле, Күлпаш төртеу аман болсын, мен 5-ші боламын. Біз отырамыз дедік. Ерекенді айтты ғой, барам деп. Ерекен 100%, Мұрат 100%. Енді сондай нелердің арасында енді біраз болғанда бірақ поддержка осы ұлдардан көрдім. Ерекемен Мұрат екеуі звондап, хабарласып, поддержка жасап, кішкене мені көтеріп қойды. Ақылдарын тыңдадым, еркек адамдардың ақылдарын тыңдадым. Содан кейін қой, до конца енді. Бастадық қой, енді до конца добивать ету керек қой. Дедім де, соны қайтадан, в общем, сендерді ойларыңды ұйымдастырайық деп, Күлпаш, давай, қолға алған ісімізді аяқтайық до конца. Алға периодпен, Аллаға шүкір, міне жақсы жиналып отырмыз, жақсы кездесу болып жатыр. Шынында да, бұлай енді кешегіде айттым ғой, бұлай неде жазысып сөйлескенмен болмағанмен бәрібір бұлай көзбе-көз түрлерімізді қарап, міне көздерімізді қарап, жақсы міне сондай жақын, как-то, знаешь, туыс адам сияқты. Неме бар екен көздің ішінде? Көздің ішінде сен көзің күлімдеп тұр ғой. Сондай күлімде, әлі күлімдеп. Глаза просится, да? Күлімдей береді көз. Жылу. Ана адам кәртеседі, адамның көзі кәртеймеді екен. Сол көзден білуге болады. Бірдеңені ойлап отыр, көрдің бе? Тыңдап отырмын, сәуле. Сол Күлпашқа айттым, давай болды. Давай алға период болайық та, енді не де болса жылжайық алдыға қарай. Добиваться етейік, кездесеміз, бәрібір кездесеміз деп. Енді қайсымызда бір уақыт бар, ешқайсымызда уақыт жоқ. Жұмыс деген, түгел тастадық. Енді осының өзі бір ғанибет отырған. Кішкене болса да, денсаулыққа да пайдалы, мысалы. Көңіл күй, жақсы болса денсаулыққа да пайдалы. Солай емес пе? Түгел ұмытып, бір өзіміз үшін бір кішкене демалыс алдық. Солай ғой. Сондықтан да өте қуаныштымын. Алла разы болсын, Аллаға ризамын. Өстіп сендерді кездестіріп, өстіп бір дәмдес болып, дастархандас болып, бір 50 жылдықта отырғанымызға. Даже менің жүрегімде мақтаныш сезім бар. Түгелі мақтанып жүрмін мен. Біз 50 жылдықта кездестік, осылай деп айтып жатырмыз.
сондықтан да кешегі отырысым жаман болған жоқ. Өзім Тамаша. ойлаймын. Все жақсы, тамаша болды. Енді билеттік, өлең айттық. Кешек енді чипске аяқ бастық қой, сонда. Тряхнули стариной де. Қыздар сияқты билеп, секеңдеп жүрді, өзім ұялам артынан билеп. Неге ұяласың? Вот мен айтам ғой, осы только осы өзің балалық осы мектеп қыздар жігіттердің арасында ғана өзіңе свободно. А барлық жерде оны, например, құдаларың арасында или сокурсниктің арасында или оны көрсете бермейсің. Сол түгілі жақсы болсын, деніміз сау болсын, Алла денсаулықтың байлығын берсін. Бәрін енді бір күнгі денсаулыққа жетерлік жоқ. Бір күн ауырсаң түгел қалады, ештеңе қарағың да келмейді. Сондықтан да аман есен болайық, Алла береке бірлігін. Самый главный береке бірліктен айырмасын. Осы береке бірлігіміз осы қаншамыз бар, осылай кездесуге тырысайық. Енді демалысқа шығайықшын, балалар да маған болды, тоқтат деген неше жыл болды. Дачаны тоқтатпай келістім ғой, енді тоқтатам ба деп келе жатырмын. Мен де сол кішкене тоқтатып, мен де өзім Шешесіне сөйле болды. Тоқтатпа. Чуть-чуть азайт. демалайын деп отырмын. Огородтың объемін азайт сәл. Жоқ, балалар өзіміз көшем алып етсе. Көшесің бе? Қай жерге барсам сол жерде үйлесіп жүремін ғой бүйтіп. Бәрін жинап аламын ғой сол жаққа. Білмеймін, Алматы или Талдықорған екі жақта балалар қарайды. Мында үлкен ұл бөлек тұрады ғой. Сол үлкен ұл айтты, мама сол жаққа кетеміз. Мен қалдыра алмаймын деп жаңғыз. Ол өз қайда тұрады? Осы мына үйде. Элеватор жақта бөлек тұрады. Ол Екі комната болғаннан кейін бөлек шығарып қойған болды. Ұл мен келін, үлкен ұл мен келін. Мама, екі ұл ғой енді менде. Айтты, екі ұл мама. Біреуімізді кенже ұл маған бірге тұрамыз деп жүр. Мен айттым, Алматыдан ауа райы жақпайды, ана мынау келіспей жүрген ғой, неше жыл болды айтты. Алматыда кішкене Содан Алматының шетінен қараймыз, или Талдықорған